түсіріп отқан жоқсың ба? Пранк емес пе, случайно? Істеймін. Сәлем достар, сендермен бірге Әділбек. Алдыңғы видеода сендер 4 лайк жинапсыңдар. Бүгін Ерданаға пранк ұстаймын. Алдында маған бір кезде военкомат жайлы маған пранк ұстаған, повестка келгенде. Тура сондай қап мен Ерданаға сондай пранк ұстаймын. Себебі Ерданаға недавно военкоматтың повестка келді. Ол сөйм үшін басы ауырып, қатырып, в общем, сол документтермен әлі де жүр. В общем, мен сол моментті пайдаланып, оны осы пранкты ұстаймын. Военкоматтың повесткасын суретін жіберген. В общем, мен соны алып, ксерокопияға барып соны ксерокс жасатам да, оған қайтадан соны көрсетемін. Маған в общем, осы пранкта арман көмектеседі. Осы пранк мощный болады. Сондықтан қазірден бастап каналға жазылып, лайк басып кетіңдер. Егер де осы видео 5000 лайк жинаса, онда мен Ерданаға тағы да бір мощный пранк жасаймын. В общем, достар, мен ксерокопияға барып келіп, в общем, мына қағазды жасап келдім. Таңбасына дейін жасадым. Мен сначала осы қағазды Ерданаға берем да, а потом Арман ана подъездің астында тұра тұрады. Енді Ердананың келгенін күтеміз. Алло? Все. Келеді. Ух, еба. Әремелі қойым. Күн ысып отыр. Қал жағдайлар нормально бар? Күн жан ысып отыр. Ысып отыр ма? Нормальный жағдай, өзімде чё как? Жай отқам сол. Вот саған жаңалық бар деймін. Чё қандай? Саған военкоматтан повестка келіп тұр. Қарап ал. Қумасе қандай повестка ше? Повестка келіп. Қайсы? Оржан ердан, да? Натуре ма? Натуре. Неғып ол саған келді? Мен в общем, дос болайын военкоматқа барып келгем ғой. Осы жақтағы адамдар, короче, сразу мені танып, в общем, сен видеоларын көреді екен. В общем, айтты, осы повестканы саған беріп жесін деді. Бля. Қазір айтқан, типа, мен вот бағана барып келгем. В общем, қазір адам келіп, в общем, келу керек мына жаққа, короче. Армияда ма? Адам келеді, в общем. Қуамен мен оларға документтердің бәрін өткізіп санаймын. Білмеймін, брат, маған айтты, повесткасын берса деді. Қуама шын, бля, мен вообще ана 9-шы универге түскен едік қой. Сол кезде уже давно өткізіп саным, бля. Мен еще айтты, типа, адам, короче, келеді. Мен адресін бердім, типа, осы үйдің, короче. Как келу керек мына жаққа. Бля, ёптыгеді. Жігітше ма? Прикол емес па? Прикол емес, брат. Маған айтты конкретно, ананы адресін беріп, саған келсін деп, типа. Бля. Потому что саған негізінде тағы келу керек еді, бірақ сен жоқ болып кетті, ананы сені көп айтып іздемесін деп, в общем, маған айтқан ғой, беріп жіберсін деп, тез. Сен қайдан білдің, что маған қатысы бар екен? Енді біз видеода бірге көреді ғой, мен сразу танып қойды. Біздің видеоны? Видеоны көреді ғой біздің. Вот сол. Бля. Натуре келеді дейсің ба? Натуре келеді қазір. Бля. Вообще білесіз? Жігітше. Қойшы? Жігітше, брат. Мен саған не үшін прикол істедім? Түсіріп отқан жоқсың ба? Пранк емес пе, случайно? Қайдағы пранк? Қарау, камера жоқ вообще. Қолымда. Бля. Ой. Армия деген, бля. Қашан келеді енді? Қазір сағат қанша болды өзі? Сағат түк бір 6 сағат па, может, или 5-ке таман келіп қалып ол. Бляш. Мамаға звондайыншы. Че там, брат, енді мамаңа звондайсың ба? Бля. Бүгін еще 7-ші май ғой? Бля, демалмайым екен ол, а? Вот, білмедім соны. Бағана досымен барып келдім сол. Бәрі жұмыс істедік, адамдар көп ана. Онан. Не ғой анау? Мен, короче, армияға алып кетеміз деп отыр, бір нәрсе деп отыр. Короче, Әділбекке мен деймін ғой, мынандай повестка бар ғой. Повестка келіп, в общем, Әділбек айтады, қазір примерно 4-5-ке таманда.
4-5ке таман бір солдаттар келіп, в общем, анадай ОМОН дейді, бір бәлелер. Короче, солар келеді да, алып кетеміз деп отыр деді. Не еді? Не істейін енді? Білмеймін. Жігітше пранк емес қой, Пранк емес, брат. Бля, мама айтып отыр, пранк ұставатқан шығар достарым айтып. Жоқ. Шынымен де, брат. Жоқ, неме дейді? Шын дейді. Білмеймін енді, мен документтердің бәрін өткізген, бұлар не үшін өйтіп звондаватқанын түсініп жатқан жоқпын бар ғой. Ана Эговкада да мен ана бәрін толтырып тастағам. Неғып звондаватқанын білмеймін, түсініп тұрған жоқпын вообще ше. Алып кетсе не істеймін қазір? Бля, домофон біреу звондап тұр. Қазір мама, домофон звондап тұр қазір. Бля, солдаттар келді деп ойлайсың ба? Да, возможно. Солдаттар ойнақта. Қош, е? Қарасы. Натуре тұр ғой. Не істейміз, бля? Че там? Кіргіземіз ба? Басқа не істейміз, әйтпесе қазір оны күтіп қойсақ, келіп, мына наручникпен алып кетуі мүмкін ғой сен. Бля, не болып кетті, қашып кетуге де болмайды, бля. Бля, мен вообще сен пранк ұстап тұр ма деп ойладым негізінен ше. Брат, қайдағы пранк? Бля. Қазір звондасын, қашасы. Аха. Пиздец. Мына Арман ғой. Бля, че пранк болды ма? Бля, мен қазір сен қалсам, йоу. Бля, мен де вообще өз состояниемде емеспін. Төртірек айтсаң болды, бля, басымы қатырмай, йоу. Қалай екен, а? Пранк, а? Бля. Қалай екен, а? Че, енді мен түсіндім ба? Есім жей алмай жатырмын, че, не болып кетті деп, бля. Өші шой болды. Че там ерді? Пранк қалай болды? Ұнады ма? Сенбей отырмын бар ғой, йоу. Мощный болды негізінен ше, сен қалдым мен кәдімгі. Мен басында пранк деп ойладым, уже аяқта солдат тұрғанда, уже натуре сондай екен деп ойлап қалдым ғой, все, пранктарым базар жоқ, мойындаймын, базар жоқ пранк болды. Түсіріп отырсың ғой, Иә. болды, осы уақытқа дейін көргендеріңізге рахмет, короче, давайте бәріңізге.